Ақыретте бір пенденің амалдары таразыға тартылады. Оның күнәлары таудай, ал сауабы тарыдай екен. Періштелер оны тамұққа алып бара жатқанда, Мұхаммед пайғамбар олардың жолын кескестеп, тоқтаңдар, сендердің алып бара жатқан адамдарың менің үмбетім. Оны дәл қазір жіберіңдер деп шаужайына жармасады. Сонда періштелер іркіліп, я Алланың хабибі Мұхаммед, бұл пенде күнәмен қылмысқа белшесінен батқан, адал арамның бәсін білмеді, сондықтан мұның ендігі мекені жаһаннам ғана дейді. Пайғамбар оған көнбей, ендеше таразыға тағы да бір тартып көрейік дейді. Періштелер не істерін білмей дағдарып қалған кезде Жаббар хақ, хабибім не айтса соны істеңдер, құлымды тағы бір рет безбенге салыңдар деп бұйырады. Періштелер ол пенденің амалдарын қайтадан өлшеп, я Алланың елшісі, қараңызшы, күнәлары таразының тасын аударып тұр дейді. Пайғамбар сол кезде таразының екінші табағына бүктелген қағазды қояды. Сол-ақ екен, сауаптары көбейіп, күнәсі құрт жегендей азайып кетеді. Мұны көрген періштелер аң-таң қалады. Әлгі адам пайғамбардың аяғына жығылып, я пайғамбар, мен өмірімді кәсіптің соңында жүріп құр өткіздім. Жан баласына титтей жақсылық жасамап едім. Сол ниетім мизамда алдымнан шықты. Бірақ сіз шапағат етіп мені құтқарып алдыңыз. Әлгі қағаздағы жазу не еді деп сұрайды. Сол кезде пайғамбар, есіңде ме? Бірде салауат айтып отырған бір ізгі жанның қасынан өтіп бара жатып, сен де ерніңді жыбырлатып салауат айтқансың. Сол кезде қатайған жүрегің жұмсарып, көңіліңе хақтың сәулесі түсті. Айтқан салауатыңды мен жазып алып, қағазға сақтап қойдым. Саған сол көмектесті, дейді.